Кешегі роликтің жалғасы бізде мына жерде блок передохранительді қараңызса, бұл жерде замыкание болғанда күйіп кететін мына жерде передохранитель тұрады. Постоянно айтамын, жоғарыда 60 тұрады, астында 90 тұрады. Вот оны алып тастаған бізде. Сөйткенде мынандай бір сат жіберіп қойған. Осыдан кейін машинде бір какой-то замыкание бір зат болатын болса, мынау уже отключение бермейді. Мынау машинаның до конца өртенуіне алып келеді дәл осындай зат. Осындай заттар жасамауға тырысыңыздар. Жоғарыда 60, астында 90. Мына бұрыштағы аккумулятор. Так, қазір салон жақта дальний мен ближнейге реле қоюды қайтадан повторно көрсетіп кетейік. Так, өткен роликте біздер айтқанбыз, сізге керек болатыны мына блок передохранитель. Осының ішінде бір жуан фиолетовый, и сосын бір жуан көк түсті проводтар бар деп. Осы екеуін на части пополам бөліп тастаймыз, бел ортасынан, дәл осы жерге реле жалғаймыз. Сол кезде сізде уже гитара өмір бойынан кетеді. Сізде тек отключение фарыңыз жанбай қалғанда тек қана релені келіп шұқитындай боласыз. Одан басқа жақтың бәрін уже ештеме шұқымайтын боласыз. Так. В общем, бұл жерде полное восстановление. Қазір енді кірісеміз реленің жалғануына. Так, әрі қарай көретіндеріңіз. Запчасть, газельге запчасть алған кезде бір нәрсе есіңізде болсын. Электрический запчасть алсаңыз, міне мына Каргин деген компаниянікі аласыз. Неге десеңіз, газельде о басында заводта жинап тұрғанда, вот электрический жағын газель компаниясына беретін осы Каргин компаниясы. Так, міне бәрі Каргин. Бұдан басқаша релелер жалғамауға тырысыңыз. Айтпегенде сізде басқаларының мынандай наконечниктері кетіп қалады, әлде болмаса реленің мынандай пластмасы еріп кетеді. В общем, осы сияқты заттар. Так, осыдан сақ болу үшін кез келген уақытта заводтан машина шыққан кезде қай завод электрический товар предлагать етеді, сол товарды алуға тырысыңыз. Осылай бізде фарыңызға усиление жасалады. Так, аккуратно орап бәрі. Мына тұрған 87-ші контакт блок передохранительге келеді. Міне мынау фиолетовыйыңыз сіздің дальний светіңіз, мына көк светіңіз, ближний светіңіз сіздің. Так, осыған міне екеуіне де келген 87. Міне екі релені қойдық. Енді 86 мен 85 бар. Ол екеуін біздер міне былайынан қойғанда 86-85 уже бізде релені қосуға. Так, былай қойған кезде міне 85 вот так. Екеуінде де 85-ке жалғасаңыз да болады, әлде 86-ға жалғасаңыз да болады. Так, енді главный келетіндері. Міне бізде реледе 30 деген контакт постоянно плюсовой. Релені жалғаған кезде 87-ге плюсовойды қойып жүрмеңіздер. Заң жүзінде кітапта қалай жазылып тұр, дәл солай істесеңіздер, оның ойыңыздан бір зат құрастырып, мутка жасап, оған лишний раз басыңызды ауыртып, мынаны бүйткенде қалай болады, сөйткенде қалай болады деп жүресіз ба оған. Одан бәрін кітапта жазылғанда істесеңіз болды, бітті. Бұл 30-шы 87-ші контакттарда бұлар екі контактыны бүйтіп міне чақ сіз реле қосылғанда міне осылай қосылатын зат қой. Көбісі айтады, 87-ге берсең де болады дейді. Олай болмайды. Кітапта міне мына 30-дан тоқтың басы басталған, демек сізде 30-дан бастаңыз. 87 шығатын жағы, 30 кіретін жағы, 85-86 ол тек релені қосатындар ол. Мәселе осылай, в общем. Кеттік ары қарай. Бәріңізге тағы да бір пайдалы ақпарат. Замок зажиганиенің көбінесе қателесетін адамдар осының распиновкасын сұрайды. Бізде бұл жерде есе газеліңіз сіздің 2007-ге дейінгі болса, бұл жерде бізде қара провод кездеседі, и сосын оранжевый провод кездеседі, и сосын сары провод кездеседі, және қоңыр провод кездеседі. Так, бұл жерде мына қара провод аккумулятордан келіп тұрған постоянно плюсовой. Мына сары проводыңыз сіздің замок зажигания. Ал мына оның қасындағы мына оранжевый проводыңыз бұл сізде мына печка и сосын дополнительный общее освещениені қосатын провод бұл. Ал мына қоңыр провод бұл стартер сізде. Вот, осыларды естеріңізге сақтап алыңыздар. Кез келген момент газель айдасаңыз сізге керек болып қалады. Неге десеңіз, мынандай переделка жасалып, тоқ жағында усиление болмаған газель постоянно мынандай замок зажиганиесі кетіп қала береді. И сосын сіз амалсыздан мынандай қылып жүруіңізге тура келеді. Вот. Мәселе осындай міне. Комбинация приборовта 4 штикер кездеседі сізде. 2 қара, и сосын 2 қызыл түстегі штикерлер. Сары және қара проводы бар. Бізде бір ғана штикер бар. Бұл бізде қызыл, сары және қара проводы бар. Бұл сізде щиток прибордың ішінде чектің жанып өшуіне жауап береді. Так, сосын қара провод бізде минус, сары провод бізде тікелей замок зажигания. Так, одан әрі қарай ең соңғы жағында тағы да бір қара штикер кездеседі. Бұл уже указатель температуры, воды и масла
майдың аварийный лампасы и сосын мына бір штук тұрған ақ бұл противотуманка. Одан әрі қарай бізде ең соңғы қызыл провод кездеседі, қызыл штекер кездеседі. Бұл уже сізде мына көк қара түстегі проводтар, бұлар сізде фардың жанып өшкенін щиток прибордан көрсетіп тұрады. В общем, міне осымен 4 штекеріңіз аяқталды. Кассопроводты шашқан кезде мынандай ортасынан бір мынандай разъем шығады. Бұл разъем, мына жақта проводтың светтері, мына жақта проводтың светтерін қараңыз. Дәл осы проводтың түстері мына жақта қайталанады. Осылай. Орыстарда просто мынандай ақты тығады, қараны тығады дейтін понятие білмеймін, жоғау деймін походу. Әлі сол СССР-дан бері күнге дейін әлі келе жатыр осылай. Қараны әкелесіз, аққа тығасыз, ақты апарасыз, қызылға тығасыз, әйтеуір сөйтіп бір былығып атқан зат әйтеуір.